Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандарым? Бүгін мен тағы оралдым сіздерге, яғни көптеген үзілістен кейін. Бүгін біз бір оқырманның сұрағы бойынша 10-шы сынып химияның 2-ші бөліміндегі есептерді қарастыратын боламыз. Мен дәл қазір онлайн кітаптан қарап отырмын. 64-ші беттегі бірінші, екінші және үшінші есептерді шығарып көрсететін боламын. Бұл жерде екінші есептің берілгені А вариантын шығаратын боламын. Б, варианты ұқсас. 60 метр куб этан жанғанда қанша литр қалыпты жағдайдағы СО2 түзіледі? Осыны шығаратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Яғни бұл жерде этан 60 метр куб. 60 метр куб. Мына жерде СО2 X литр. Бұл жерде қалыпты жағдайда біз 22-де 4 қалыпты жағдайдағы көлемді біз 2-ге көбейтеміз. Сол кезде бізде 44-те 8 6. 22-де 4-ті 4-ге көбейттім. Сол кезде 89-да 6 болды. Енді осы жердегі біз X-ті табамыз. Сол үшін 89-да 6-ны көбейтеміз 60-ға, бөлеміз 44-те 8-ге. Сол кезде X-тің мәні 120 метр куб болады екен. Яғни бізде жауабымен сәйкес келіп тұр. Сонда бізге этанды 60 метр куб этанды жағу үшін 120 метр куб СО2 керек екен.